Сәлем достар, бүгін біз Smiles 3-ші сынып кітабының 3-ші бөлімі 40-шы беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Тақырыбы Days of the Week, яғни апта күндерін ағылшын тілінде үйренетін боламыз. Және де оған байланысты тапсырмаларды бірге орындаймыз. Балалар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Күн сайын бірге ағылшын тілінде жаңа сөздерді үйреніп, тапсырмаларды оңай әрі тез орындайтын боламыз. Ал бастаймыз. Мына жерде 16-шы тапсырмада апта күндері ағылшын тілінде жазылған. Бұл сөздерді біз айтып, аударып аламыз. Ең бірінші Monday, понедельник, дүйсенбі, Tuesday, вторник, сейсенбі, Wednesday, среда, сәрсенбі, Thursday, четверг, бейсенбі, Friday, пятница, жұма, Saturday, суббота, сенбі, Sunday, воскресенье, жексенбі. Ал енді келесі тапсырмамыз 17-ші тапсырма Talk with your friends. Бұл жерде бұл бала өзінің бір апталық жоспарын әр күнге құрап қойған екен. Соны оқып, аударып шығамыз. Және де достарыңмен әңгімелес деп айтып тұр. Бірінші күні Monday, play football. Monday, яғни дүйсенбі күні футбол ойнаймын деп жоспарлапты. Екінші күні Tuesday, play the guitar. Екінші күні сейсенбі күні гитарада ойнаймын деп жоспар құрыпты. Wednesday, сәрсенбі, visit my grandparents. Сәрсенбі күні мен ата-әжемнің үйіне барамын дейді. Thursday, play with my friends. Бейсенбі күні достарыммен ойнаймын дейді. Friday, tidy my room. Жұма күні мен өз бөлмемді тазалаймын дейді. Saturday, go fishing. Суббота күні, яғни сенбі күні балық аулауға барамын дейді. Sunday, go camping. Жексенбі күні табиғатқа демалысқа шығамын дейді. Келесі тапсырмамыз Read and answer. Оқып, сұраққа жауап бер. Do Dana and Айдар tidy their rooms on Sunday? Дана мен Айдар жексенбі күндері өз бөлмелерін тазалайды ма деп сұрақ қойыпты. Ал енді олардың ойларын оқып көрейік. We go to the park on Sunday. Олар жексенбі күні паркке баруды жоспарлаған екен. Демек, біздің жауабымыз No, they don't. They go to the park on Sunday. Жоқ, олар жексенбі күні паркке барамыз деп жоспарлаған. Келесі суретте Do Әсел and Сәуле go to school on Saturday? Әсел мен Сәуле сенбі күндері мектепке барады ма деп сұрақ қойыпты. Ал енді суретке қарап, олардың ойларын оқып көрейік. We listen to music on Saturday. Олар сенбі күні музыка тыңдаймыз деп жоспарлаған екен. Демек, біздің жауабымыз No, they don't. They listen to music on Saturday болады. Келесі суретте Do Ulan and Damir ride their bikes on Friday? Улан мен Дамир жұма күні велосипед тебеді ме деп сұрақ қойыпты. Ал енді бұл екі баланың ойларын оқып көрейік. We watch TV on Friday. Олар жұма күні теледидар көруді жоспарлапты. Демек, біздің жауабымыз No, they don't. They watch TV on Friday болады. Ал енді келесі тапсырмамыз 19-шы тапсырма Read and correct. Оқып,
дұрыс жауабын жаз дейді. Бірінші сөйлемде Liam doesn't play the guitar. Оны дұрыстап жазып қойыпты. Бұл жерде қарамен жазылған етістіктерді бұрыс болса, дұрыс жауабына ауыстырып жазамыз. Екінші сөйлем Where does they go on Friday? Бұл жердегі does етістігін do деген етістікке ауыстырып жазамыз. Сол кезде Where do they go on Friday болады. Үшінші сөйлем What time do you get up? Үшінші сөйлемде gets етістігін getке ауыстырып жазамыз. What time do you get up? Төртінші сөйлем Lily drink milk in the morning. Бұл жерде drink етістігін drinksке ауыстырып жазамыз. Lily drinks milk in the morning. Бесінші сөйлем Lily and Charlie doesn't like burgers. Бұл жерде doesn't етістігін don't-ке ауыстырып жазамыз. Lily and Charlie don't like burgers. Келесі алтыншы сөйлем They plays football every day. Бұл жерде plays етістігін play-ге ауыстырып жазамыз. They play football every day. Келесі жетінші сөйлем Does you play the violin? Бұл жерде does етістігін do-ге ауыстырып жазамыз. Do you play the violin? Сегізінші сөйлем He don't go to school on Saturdays. Бұл жерде don't етістігін doesn't-ке ауыстырып жазамыз. He doesn't go to school on Sundays. Тоғызыншы сөйлем We get up at 7 o'clock. Gets етістігін get-ке ауыстырып жазамыз. We get up at 7 o'clock. Оныншы сөйлем He watch TV in the afternoon. Watch етістігін watches-ке ауыстырып жазамыз. He watches TV in the afternoon. Осымен 40-шы және 41-ші беттегі тапсырмаларымыз сәтті аяқталды. Ал балалар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Тағы да басқа да сұрақтарың болса, комментарийге жазып қалдыр.